Салем достар, бүгін сіздермен бірге қытырлақ трубочки дайындайтын боламыз. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыз. Кез келген жоғары сұрыпты ұнымызға тоңдаста тұрған мұздай маргаринімізді, яғни сармайымызды осылай екеуін біріктіріп кружка дайындайтын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, қолымыздың көмегіменен араластыратын боламыз. Араластырып болғанымыздан кейін, кружка дайындап болғанымыздан кейін, бөлек ыдысымызға бір жұмыртқа, шым-шым тұз, газдалған мұздай суымызды құйып араластыратын боламыз жақсылап. Осылай жақсылап көпіртіріп, араластырып болғанымыздан кейін алдын ала дайындалған кружкамыздың үстіне барлығын құятын боламыз. Қолымыздың көмегіменен осылай қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың қатты жұқада, қалыңда болмау керек, қаттыда деген орташа етіп қамыр илейтін боламыз. Сармайымыз, яғни біркелкі болғанша қатты болу үшін холодильникке 15-20 минут қойып қоямыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздағыдай қамырымыз қатты. Осы қамырымызды 3-ке бөлетін боламыз. Дайын болған қамырымызды ұнның көмегіменен оқтаудың көмегіне жүгініп, қатты тым жұқада емес, қалыңда емес, орташа қамыр жаятын боламыз. Осындай трубочка насадкалар алсаңыз болады, кондитерлік дүкендерде сатады. Осындай ленталарға кесіп аламыз. Алдын ала сливочный масло жағып алдым мен. Сонда жабыспайды. Өзін қойсаңыз да жабыспайды. Осылай айландырып, видеода көрсетілгендей лентаға кесілген қамырымызды осылай айландырып қойып шығамыз. Осы кезеңде духовкаларыңыз қыздырып қойсаңыз болады. Мінекей көріп тұрғаныңыздағыдай өте әдемі шығатын болады. Кез келген дастарханымыздың көркінде ашып тұрады. Осылай жасап болғанымыздан кейін жұмыртқамыздың ағы менен сарысын араластырып, бір тегістеп жағып шығатын боламыз. Суытуға қоямыз. Суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. Сахарный пудра, яғни қант ұнтағын саламыз, яғни миксеріміздің ыдысына салып аламыз. Узгущенка, творожный сыр, осыларды араластырып аламыз. Міндетті түрде барлығын граммдарын описанияға қалдыратын боламын. Аздап араластырып болғанымыздан кейін мұздай сливкімізді құятын боламыз. Креміміз дайын болды. Мен 300 насадкада осылай кондитерлік мешокқа салып алдым кремімді. Насадка номерін міндетті түрде жазатын боламын. Осылай салып аламыз. Алдын ала дайындалған трубочкамыз суу керек. Міндетті түрде кремдеріміз осыған салып шығатын боламыз. Маған жазылмаған болсаңыз жазылып, видеоның соңына дейін қарағаныңызға